Желіде шұғыл ақпарат тарады. Сәлеметсіз бе, Ахмат Күремен арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Мәйіт иісіне шыдау мүмкін емес. Атырауда қоқысқа толы пәтерден мәйіт табылды. Атырауда қоқысқа толған пәтерден зейнеткердің мәйіті табылды. Пәтердің қоқысқа толтырған қария көршілердің берекесін алған көрінеді. Себебі тұрмыстық қалдықтың жағымсыз иісі көп қабатты үйді түгел жайлаған. Тіпті тұрғындар сасық баспанада мәйіттің иісі шыға тиіп дабыл қақты. Халықтың шуынан кейін пәтердің ішінен расымен де зейнеткердің өлі денесі табылды. Мәйіттің қанша уақыт жатқаны белгісіз. Иіс дейтін мүмкін емес. Балаларға инфекция тарай ма деп қорқып отырмыз. Бәрінен қорқып отырмыз. Тұрып жатырмыз, амалсыз не істейміз? Кімге барып айтамыз? Шаршадық, талабымыз тазалық керек, дейді Атырау қаласының тұрғыны болған Жидекбай. Баспанда 60 жастағы зейнеткер жалғыз тұрған. Қарияның қоқысты үйіне не үшін жинай берген түсініксіз. Шулаған халық пәтердің ішіне мәйіттің иісі шыға бастағанын сезіп, полиция шақыртқан. Тәртіп сақшылары үйдің ішіне кіргенде қар кісінің демі үзілген белгілі болған. Бүкіл жерде тарап жатыр. Қоқыстың өліктің иісінен демалу мүмкін емес. Қоқыстың қанша жыл бойына жинағаны Құдай білсін, кім тазалайды. Біз өзіміз денсаулығымыз үшін тұрғындар болып ақша жинап тазалау жұмыстарын жүргіздік. Өліктің иісі вирус таратып жатыр, кетпейді иіс. Залалсыздандыру керек, кім жасайды, дейді Атырау қаласының тұрғыны. Пәтерді коммуналдық қызметтермен тазалауға кіріскен. Пәтерде жиналған тұрмыстық қалдықтар шығарылып, бірнеше жүк көлігіне тиелген. Ол қыздарының денсаулығына алаңдаған халық үйге толы дезинфекция жүргізуді талап етіп отыр. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Біз бақылауды жалғастырамыз.